Сәлеметсіздер ме достар, каналыма қош келдіңіздер. Егер өкшеңіз жарылып, емін іздеп жүрсеңіз, бұл видео сіздерге пайдалы болады деген сенімдемін. Видеоны соңына дейін көріп, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Жарылған өкше бұл жер жүзіндегі әрбір екінші тұрғында кездесетін мәселе. Ең алдымен себебін іздеуден бастаңыз. Жарылған өкшелердің негізгі себептері көбінесе мәселенің тамыры бірінші көзқараста аяқпен байланысты емес ауруларда жасырылады. Оларға мыналар жатады: қант диабеті, шағын тамырлардағы қан айналымы бұзылады, тері қатал болады және серпімділігін жоғалтады. Өкшелердің шамадан тыс құрғақтығына байланысты оларда жарықтар пайда болады. Анемия, дене тіндеріндегі темір тапшылығы өкшелердің жарылуының тағы бір жиі кездесетін себебі. А және Е дәрумендерінің тапшылығы. Дәл осы дәрумендер терімізді нәрлендіреді және оны ылғалдандырады. Саңырауқұлақ инфекциялары. Бұл жағдайда маманның емделуінен өту керек, ал емдеу кешенді болуы керек. Сонымен қатар өкшедегі жарықтардың пайда болу себептеріне тұрақты жұмыс, жарамсыз аяқ киімді ұзақ уақыт кию, жеке гигиенаны сақтамау жатады. Үйде жарылған өкшелерді қалай емдеуге болады? Тексерілген рецептер: 1,5 литр ыстықтау суға 4 ас қасық сутегінің асқын тотығын қойыңыз. Аяғыңызды суығанша салып отырыңыз. Қатты жарылған болса, бенза тасымен қырып тазалаңыз. Аяғыңызды судан алып, жақсылап кептіріп, 1 ас қасық уксус 9% және 1 ас қасық глицерин қосып, осы қоспамен аяғыңызды сүртіңіз. Егер уақытыңыз болса, күнде ұйқыға жатар алдында жасауға болады. 5 литр жылы суға 2 ас қасық ас содасы және 1 ас сабын көбігін қосыңыз. Мұндай ванналар аяқтың терісіне қосымша пилинг әсер етеді. Жақсырақ әсер ету үшін ваннаға теңіз тұзын қосуға болады. Жылы зәйтүн майымен жеңіл аяқ массажы көп көмектеседі. Сіз кәдімгі күнбағыс майында пайдалана аласыз. Халық емі рецептерінің арсеналында жарылған өкше емдеудің көптеген жолдары бар. Олардың ең көп тарағаны: бірнеше пиязды күштен өткізіңіз. Буға қыздырылған аяқтарға пияз қоспасын жағыңыз. 1 сағат бойы бинтпен бекітіңіз. Зәйтүн майын балмен тең пропорцияда араластырыңыз. Қоспаны өкшеге 30 минутқа қалдырыңыз. Жарылған өкшелерден құтылу әбден мүмкін. Негізгі шарт процедуралар тұрақты болуы керек. Сонымен қатар, күн сайын аяқтың гигиенасын қадағалау керек. Оларды күн сайын жылы немесе ыстық сабынды сумен жуыңыз. Содан кейін құрғатып сүртіңіз. Өкшедегі өрескел теріні кетіру үшін кәдімгі бенза тасын пайдалансаңыз болады. Достар, сіздермен бөліскім келгені осылар еді. Сіздер үшін пайдалы болған болса, каналыма жазылып, пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.